Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Біз енді бүгінгі Жас Қазақ конференциясының негізгі тақырыбы латын графикасы туралы. Тақырып осы соңғы нұсқа қаншалық кемелді немесе әлі де жетілдіретін тұсы бар ма деген тақырып. Ең алдымен сізді қонақтар таныстыра кетейік. Бірінші біздің бүгінгі қонағымыз Құралай Күдеринова. Сіз тіл институтының ғылыми қызметкес, бас ғылыми қызметкері, тіл мәдениеті бөлімінің, және Ермұхамед Маралбек Нұргүл Жамбылқызы, аудармашы, түрік тілінен. Бірінші сұрағымыз біз енді жалпы алфавит ауыстыру не үшін қажет деген сұрақтан бастайықшы. Әліпбиді ауыстыру соншалықты маңызды ма, бұл қажет пе дегенге, бұл санамен байланысты. Ең бірінші басында біз түркі тілдес мемлекеттермен бірігейік, жаһандық техниканың даму прогрессіне елесейік, және тағы да басқа ағылшын тілін үйренейік деген сияқты көп сылтаулы себептер болды. Бірақ ол себептердің барлығынан гөрі шындығында бұл сананың жаңғыруы, сананың тәуелсізденуі деген ар жағында үлкен потенциалды себебі бар еді. Бұл әліпби деген дәл бір мемлекеттің туы, елтаңбасы және әнұраны сияқты өзінің ерекшелігін көрсететін таңбасы болып табылады. Кез келген тілді, ұлтты айтқанда қасында міндетті түрде оның қандай графика қолданғаны елестесе, сіз соны сол графикаға байлап қоясыз. Мысалы, моңғолдар қараңыз. Моңғолдар кирилл графикасын пайдаланады. Бірақ Моңғолия, Моңғолстан деген өзінің атымен кирилл графикасының байланысы өте негативті, мысалы, жағымсыз бізге. Қазір мен мысалы осыны әліпбиді латынмен жазып, менің санам тәуелсіз болды деп біз білмейміз. Оны біз осы дәл 50 жастағылар, 40 жастағылар білмейді. Оны білетін 20 жылдан кейінгі келетін жас ұрпақтың санасынан көреміз біз оны. Қазір 7 жастағы баланың, қазіргі 5 жастағы баланың кейін 20-ға толып өзінің азаматтығын алғаннан кейінгі санасында жаңа қазақ жаңғырып көрінетін болады. Жаңа қазақтың тұлғасы пайда болатын болады. Ол тарихтан белгілі. Мысалы, 40-шы жылы біз кириллге көшетін кезде бүкіл терминдерді қалай жазамыз, сондықтан да көштік біз шындығында. Өйткені біз бір ел, бір астана, бір елбасымыз, президент Сталин дегендей, сондай жағдайда бізге бір ортақ жазу керек болды ғой. Сол ортақ тіл керек болды. Сол ортақ тілді қалай жасаймыз дегенде әліпбиді ауыстыру арқылы жасады. Мысалы, ол былай жасалды. Бізге орыстың 33 әріпі кірді, және оған біз ақырын ғана өзіміздің әріпімізді қостық. Біз именіп қостық оларға. Өйткені анау бізге келіп кірді, орын аласып алды. Біз оған ақырын қостық. Ақырын қосу деген кәдімгідей болған. Мысалы, ең алғашқы әліпбиде бірінші 33 әріп тұрады, одан кейін ең соңына барып дегендер бейшара болып соңында тұрды. Сосын біздің Сәрсен Аманжол сияқты тілші ғалымдарымыз, атылып кеткен біздің ұлттың нағыз ұлттық ғылымның басында тұрған ғалымдар атылып кетсе де олардың көзін көргендер Сәрсен Аманжол, Балақаев сияқтылар. Жоқ, мына біздің деген әріп өзінің аның қасында, о деген өзінің өнің қасында осындай айқаспен отырып, оны тарих қазір ұмытып кетті. Айқаспен апарды соны. Енді мен айтайын деген бұл емес. Айтайын дегенім, мысалы, жаңағы сол кириллді көшкен кезде бізге айтты, біз орыс тілін жақсы меңгеріп кететін боламыз деді. Сонда қазақ орыс тілін білмейтін қазақ еді 40-38 жылдар. Сонда елдер таңғалды, қалай біз мына бір алфавит аламызда біз орыс болып кетеміз, біз қалай акцент сөйлеп кетеміз деп бәрі таңғалып, сонымен әйтеуір алфавит пен кеттік. Олың кейін 57 жылы емле режиміміз бекіді, тастай болып. Сосын қарасақ 60 жылы, 70 жылы ақырын
біз орыс болып келе жатыр екенбіз. Сонда қараңыз, 20 жылдан кейін нәтиже берді. Орыс саясатының нәтижесі берді 20 жылдан кейін. 20 жылдан кейін Алматы қаласында бір ғана қазақ мектебі қалды. 20 жылдан кейін Өскемен қаласында әрең дегенде школ-интернат кіргізді, қазақ мектебі қылып. Мінекей нәтиже. Міне алфавиттің өте ұлттық санаға қатты әсер ететін, білінбейтін, білдірмей жасайтын бір әрекеттері бар. Сондықтан жазу ол мына санамызды былай нетіп алады, шандып алады, шандып кәдімгідей соған байланып жүреміз. Сондықтан бұл өте маңызды, ұлттың санасының жаңғыруына жақсы әсер ететін, оңтайлы әсер ететін саяси шешім. Егер Мұхаммед, сіз маған жауап беріңізші, жалпы біздің қазір соңғы нұсқамыз ғой, бұл енді өзгермей ме? Менің қоғамдарымыздың бұл өзгермейді деп айтып дұрыс емес. Бұл нұсқа қаншама ғалымдардың мынау орфографиялық жұмыс тобының мүшелерінің сараптамасынан, сауалнама сараптамасынан өткен жоба. Бұған дейін ұсынылған жобалардың ішінде тұңғыш рет тіл мамандары қатысып, тіл мамандары жасаған жоба, шын мәнінде. Ал енді бұның кемшіліктері қазір біз көріп тұрғанда ең жақсы нұсқа осы болып тұр. Бұның кемшіліктері қайдан көрінеді? Ертең қолданғанда, ертең жаза бастаған кезде, ертең техника тілінде икемделгенде сонда көрінеді. Сонда мүмкін бір-екі таңбаларда ағаттықтар болса, ыңғайсыздықтар туындап жатса, оны өзгертуге меніңше болады. Бірақ бірден біз кемшілік нұсқа ұсындық, кемшіліксіз нұсқа ұсындық деп ешкім айтпайды. Ол олай да дұрыс емес, олай айту да дұрыс емес. Сондықтан бұны мүмкін осы жоба ең дұрыс жоба болады. Оны тек қана қолдануда көрінеді. Ол өзі жазу тәжірибелерінің барлығында бар. Мысалы біз 40 жылы қабылдадық, бірақ шамалдан кейін 52 жылы өзгеріс енді. 2 жылда көрініп, оның қатесі тез жөнделсе жөнделеді, жөнделмесе ары қарай кетіп қалады осы алфавит. Осы алфавит қате болса да кетеді. Мысалы, түріктер 29-да, мына қазір 29 әрпін алды. Сосын бірақ оларда бәрібір не болды? Қателік болды. Мысалы, орында қ әрпі болды, бірақ олар оны к-мен жаза берді. Әрпі болды, бірақ олар и-мен жаза берді. Сөйтіп олар өзгертпеді. Өйткені Ататүріктің несі мықты болды, оған ешкім қарсы келмеді. Сөйтіп енді сол қателік ұзақ уақыт өткен кезде оларға уже дағдыға айналып кетті. Жазу деген бір жағынан шартты таңба, және ол дағдыға айналады. Дағдыға айналса, ол қате болса да, одан айырылмайды адам. Өйткені ол құралы сол, таныған құралы сол да. Барлық әріптердің қазақ тілінің сонымен бірге жаңа айта кеткендей, ешкім тарихта ешкім бір тілін дұрыс айтып ұсынған емес. Ғұлама біздің Байтұрсынов, Ахмет Байтұрсынов оның әліпби 4 рет реформа жасалды. 1912 жылы ұсынды оқу құралында. Оған Шәкәрім Құдайберді пікір айтты, мынау дұрыс емес істеп жүрген. Оған Абдулғазиз Мұса деген маман мектебінің несі болған, мұғалім болған. Ол да ұсыныстарын айтты. Соның кейбіреулер жөнелді, 22 жылға барды, 22 тағы жөнелді, 24 жылы жаңа латын әңгімесі, латын тақырыбы көтеріле бастағанда, ол кезде bütün халықтық сонда бұл реформа жасау керек жазылды. Латынды ғана төтен алып тастап, латын негізі болды. Сонда ол тағы реформа болды, 25 тағы реформа болды көрдіңіз. Сонда 24 таңба, 24 дыбысқа 24 таңба бір дыбыс бір әріп. Нәтижесі сол кезде орынға ене бастады. Ең алғашқы айтып мейлі Байтұрсынов. Бір таңбамен 5 дыбысты берген. Бір таңбамен 5 дыбысты берген. Мысалы, у мен 3 уды таңбалаған. Бір ғана у деген таңбамен 3 таңбалаған. Ол ұстаз дегендегі о, өкіз дегендегі орман дегендегі о, үкі дегендегі оның басында делдері бар ғой. Ол кейін мысалы и-менен и, е, тағындай осылардың бәрі 5 таңбамен, 5 дыбыс бір таңбамен берілген. Міне көріңіздер, кейін осындай жазуда қолданудан ыңғайсыздық тудырғаннан кейін оны Байтұрсынов жаңа қосымша таңбалар енгізді. Өтер қойды, ақысына өтер қойды. Ал енді қараңыз, бұл біз осыған келдік,
енді латында біз қатесіз енгізуіміз керек еді. Біздің дыбыстарымыз айқындалып шыққан, барлығы дұрысталған. Латында да ең алғашқы 26 жылғы нұсқада ол бөлек дәйекшемен енгізіп көрді, ол болмады. Сосын 30 таңбамен енгізіп көрді, ол болмады. Сосын бас әріптің бәрін алып тастады да кіші әріппен жазатын болды. Ол да керемет, көрдіңіз бе таңба деген. Сонда көптеген өзгерістер болды. 30-31 жылға дейін таңбада өзгеріс. Сол күнде айтайын дегенім. Ол ешкімде қазір біздер айтады, төрт әліпби ауыстырдық, талқылап тастадық деп. Оның бәрі енді түрлі себептермен байланысты болған ғой. Сондықтан бұған түсіністікпен қарау керек. Ол әліпби ауыстыру оңай шаруа емес. Тек қана ол тәжірибе керек оған. Соны айтайын дегенім. Аудармашы ретінде айтыңызшы, мысалы жаңағы сөз айттық қой, түрік жазуындағы кейбір жаңағы үндер, мысалы сол кинода қалай көрініп жатады сол кемшіліктері? Оларда мысалы диалекті және тілдік акцент өте көп. Мысалы шығыс жағында сауатсыз, шынымен де халықтың басым бөлігі әлі күнге дейін сауатсыздық. Мысалы көбінесе әйел адамдардың олар оқиды. Соның кесірінен олар жазу танымайды, әліпби танымайды. Бұрынғы дыбыспен, мысалы қ деген дыбысты мен естіп, өзіме жақын санап, бізде де қ бар екен ғой деп, сол бір серияға жақын шектес бір қалашықта болған кезімде мен таң қалып қасымдағы жолдастарымнан сұрағам, ол қ қайдан жүрді? Мен де айтады. Иә. Мен де айтады. Сосын жұмсақ жыны да айтады. Олар негізінде ж деп сөйлейді ғой. Сол кезде мен қасымда жолдастарымнан сұрадым. Мен ешқашан мынандай сөз естімегенмін. Бұл қалай деп сұраған кезінде бұл жақтардың өзінің диалекті солай, тіпті өздері де түсінбей жатады. Сондықтан да жаңа сіздің сөзіңіздің жаны бар. Мысалы, ертең деген әріптен шынымен айырылып қалуымыз мүмкін. Онсыз да енді қос тілді болып жүрген кезде енді қос әліпбилі болып шығамыз да ертең. Сериалда қалай көрініс табады? Я, олар да сериалда әртүрлі аймақта түсіріп жатады ғой. Дыбыстық ерекшеліктері әр өңірде әртүрлі. Оның барлығы да сол әліпбидің және бізде де ертең қорқыныш бар ғой, надандық жаңағыдай, нені оқи алмай қалу, енді жас буын оқи алады. Кез келген жас буын ағылшын тілін оқу арқылы латын әріптерімен таныс. Ал енді орта өкіл бар, әсіресе ауылдық және аудандық жерлерде тұрады. Мысалы 50 жастағы қазіргі 60 жастағылар, олардың арасында да мысалы жаңа хабармен таныса алмау нәтижесінде сауатсыздық өріс алады ғой. Әріп танымайтын, тіпті жылда неше күн барын білмейтін мен адамдармен де өзім сөйлесіп таң қалғам. Сонда олар жаңа әліпбимен таныс болмағандықтан солай қалған. Онсыз да аңды айтпайтын қазақтар көп қой. Қазірдің өзінде. Ертең ол мүлде жоқ болып кетуі мүмкін. Түркия мемлекеті сұрап тұрғаннан айтып отырмын. Тіл, оның үстіне оларда жаңа ассимиляцияға ұшыраған француз тілімен өзге де басқа, яғни араб тілінің де өзі тамырында сонымен байланысады ғой. Ол онсыз да бар және жаңағы сол Еуропа, батыс Еуропа халқының тілдерінің әсері өте нық көрінген. Француз тілінде мен өзім маман болып саналам, оларда да ö және ң деген дыбыстар бар, әріптер бар. Алдыңғы дыбыс әріптің және соңғы әріптің ықпалымен олар оқып кетеді. Сондықтан да ö деген дыбыс француз тілінде де бар, ң да бар, оларда ö де бар. Олар бар ма? Иә, ғ да бар. Солай шет тілдерін салыстыра отырып қарағандықтан маған бір шамалы кішкене күрделілеу болып көрінді. Өзбектер қалай болды? Сіздер мысалы сол өзбек жағын зерттеп көрдіңіздер ме? Қазақстанда латынға байланысты әңгіме көтерілгенде, ана өзбектердей болмайық деген мәтелге айналды. Өзбектердің басындағы ең бірінші әліпбиі түріктердің ортақ, жалпы Анкарадағы ортақ үлкен жоба болған ғой, бүкіл түркі халықтары пайдалансын деген 34 әріпте тұратын. Соған сәйкес болды. Сосын олардың саясаттары өзгерді, Түркияға қатысты. Сөйтіп, олар өздері әліпби жасады. Олар жасағанда мүлде ана ортақ түркі Анкара жобасына мүлде басқа әліпби жасаймыз деп өздерінде мақсат қойды. Сөйтіп, қазіргідей жаңағы қосар дыбыс, төбесі түртілген акут, тағы да басқа және де жазуға кедергі келтіретін таңбалары болды. Енді ол таңбалар көбіне ұнамағаннан кейін дендеп ол графика ен алмады, жалпы қолданысқа ен алмады.
оны не олар өзгертпеді. Бірақ енді қазір кирилл мен өзбектің жаңа әліпбиі қатар жарыс қолданылады. Қазір осы былтырлар айтылды, 4 әріпті өзгертейін деп жатыр өзбектерде. Яғни біздің қазіргі алып жатқан осыларымыз сияқты жаңағы олар шыны с хамен берсе, енді біз сияқты астына с, астында седей деген таңбасымен сондайға өзгертетін болыпты деп бір жақсы хабар естігенбіз. Бірақ тағы да оларда үнсіздік. Айтып отырмын ғой, бұл ені баса оларға, және ол уақыт өтсе, ол шамалдан кейін дағдыға айналады да, қате болса да дұрыс көрініп, және біреулер оны ұнатпайды, біреулер оны үйреніп алдық, жарайды осы дейді. Мысалы, мына Акутқа да үйреніп алып едік қой, енді немене қыламыз, төбесін 2 нүкте қойып деп айтылып жатыр мысалы. Сол сияқты Өзбекстандағы латын әліпбиінің реформасы әлі де қиын. Енді жаңағы қоғам тарапынан айтылып жатқан сындарға тоқталсақ, мысалы мына имен інің арасында мысалы әртүрлі сындар айтылып жатыр. Осы екеуін кішкене бір-біріне жақындатпау керек еді деген сияқты. И мен иә. И қысқа и мен бар ғой. Керісінше осының біреуі болса, екіншісі болу керек еді дейді да. Мысалы, Ахмет Байтұрсындікінде мен төбесін несімен ғана ажыратады ғой бір-біріне. Сол әңгімені айтып жатыр кеше Серік Әбікенұлы сияқты үлкен журналистер. Енді мысалы мынаумен жазатын болсақ, итті қалай жазамыз? Бүйтіп жазғанда ит сияқты болып тұр ма? Иә. Не дегенді былай жазса, не сияқты болып. Біздің қазіргі алфавитіміздегі образбен байланысты болып тұр сіздің айтып сұрағыңыз. Қазір бізде алфавитте қысқа и және ұзын и деп айтатынымыз, немесе мынаны дауысты и, мынаны дауыссыз и деп. Бұл осымен байланысты образ. Енді тура осы сияқты уды қараңыз. Уда бір-ақ таңба қазір. Ал шындығында мына жүйеге салсақ, уда былай болу керек еді. Удың дауыссызы және дауыссызы болу керек еді. Бірақ мына жерде олай емес. Енді сіздер уды сұрамайды көбі. Қайта-қайта осы идің қысқа и қайда, ұзын и қайда деп сұрап жатыр. Ендігі жағдайда мына қысқа и ұзын и дегені Имен ол Байтұрсындікінде айтылады ғой жаңағы. Кей жағдайда жуан, кей жағдайда жіңішке деп. Дауыссыз деп. Ендігі жағдайда біздің қазіргі жаңа латынға көшкен кезде дауыссыз и немесе ұзын и деген санамыздан өшеді. Бір ғана и болады. Ол и және әріп мағынасында. Біз мысалы қазір дауысты, дауыссыз деген ол дыбыс туралы біздің айтылып жатқан аузымыздан шыққан сөз. Ал мынау әріп. Бұл әріпке бірнеше мағына жүктеледі. Мысалы мына әріп, мынау дауыссыз болады, кәдімгі айна, сай дегендерде. Бұл сондай-ақ қиым дегендердегі немесе қиын дегендердегі дыбыс тіркесін таңбалайды, иді таңбалайды. Сондай-ақ бұл кірме сөздердегі дауысты и бар ғой, институт, инвестиция дегенде иді таңбалайды. Бұл сонда мына әріп таңбасы осы үшеуін атқарып тұрады, Бірақ біз оны оп-оңай ажырата аламыз. Өйткені мына идің таңбасы өзі жалпы латынның әліпбиінде иді береді. Сондықтан бұл нүктелі имен тұра бергені дұрыс. Ал інің таңбасы ол латында жоқ, бірақ ол мысалы түріктерде ының бұл жіңішке тұр ғой. Аның жіңішке тұрып, сондықтан түріктердің алфавитімен былайшылығын сәйкес тек біз жіңішкесін белгілейміз, түріктер жуанын белгілейді. Иға иді басқа таңба бар еді ғой. Неге бұл бір иға осыншама мәнді екпінді соған берді. Мәндің бәрін осыған үйіп төгіп басын қатырып қойдыңдар идің дейді. Ол идің мынандай екінші и мына уай таңбасы. Осы да и болып табылады. Бұл ағылшында дауыссызды береді әрине уай. Сондай-ақ кейбір тұстарда бұл дауыстыны да беріп жатады. Енді мына иді неге пайдаланбадық деген сұрақ. И деген мына үй тұр. Мына неге пайдаланбадық? Мына уды мынаған беріп,
Ал енді мынаны нүктесізді мынаға неге бермедік? Аға ма? Иә, аға неге бермедік? Түріктер сияқты. Тура. Осылай неге істемедік? Егер осылай жасайтын болсақ, онда мынау іні дегенде, иә? Мынау мысалы сыдық дегенде. Өзі сыдық жазсаң бір түрлі көрінеді қазір. Шынға міне. Солай болып тұр ғой. Осылай болып көрінеді. Енді не істейміз? Жоқ, не істейміз? Сынанымыз қабылдамадық қой. Неге қабылдамаған мына жақтан да түсіндіріп отыр. Көрдіңіз бе? Шығыс деп жазып көріңіз. Ыдысты жазайық. Міне. Ыдыс, иә? Қыстау деп жазайық. Қыстау міне. Қыстау. Бұлай да жазуға болады. Мынаны іні мынаған бердік. Енді институт дегендегі, жаңағы инвестиция дегендегі, осы инвестиция дегендегіде біз мынаны пайдаланамыз. Мына іні дегендегі. Енді жарайды, бұны жақсы инвестиция деп айта береміз деп айтамыз. Жарайды, инвестиция, институт, жаңағы мемен келетін тағы не бар. Айта беруге болады. Бірақ сіз қазір ың мен ынды шатастырып отырғанда, мына іні ини деп айтпайтынына сенімдісіздер ме? Бұл өте қорқынышты мына. И деп айтады. Мынаны и деп айтады. Өйткені мына біздің екінші алфавит бар ұсынылып жүрген тіл білім институтынан профессор Ерден Қажиек, Әлімхан Жүнісбек ағайлардың ұсынып жүрген алфавиті осылай. Ол кісілер іні екі таңба бер дейді. Екі дыбысты бер дейді. Іні дегенге және институт дегенге берейік дейді. Жарайды деп берейік десек, мынау болашақта бүкіл жаңа түріктер иден қалай айырылды? Оларда түріктерді бар. Олар бірақ мен иді жазып кетті. Қазір и деп айтып кетті. Мысалы олар біз дегенді біз дейді. Біз, сіз дейді. Сіз дейді. Осы графикаға болай, е? Вот осыдан олар мына іні мен кірме иді да таңбалады, өзінің інісін таңбалады. Соның кесірінен қазір олар иден айырылып қалды. Фонетикалық айтылуға тиіс әр дыбыстарымыздың айтылмай қалуы мүмкін деген қауіптер, осылардың бәрін алдын алу үшін осындай, яғни қазір біздің санамызда қысқа и, ұзын и дегендерді біз крест қойып. Сосын мынау қандай болып тұр, мен мына жерде көрінбей тұр да түсінбей тұрмын. Төбесінде несі бар ма? Мынау қазіргі ол былай ғой, а мынау былай тұр төбесінде. Мына сызық енді қайтадан төбесіне барды. Ана недегідей. Енді тағы да біз ұлы стадион қып жермейміз ба? Енді ол бір не біледі. Ұлы стадион. Мынау өй, е? Мынау нүктесіміз. Негізі бұл алфавитте, алдыңғы алфавиттен біршама ілгерілеу, жетілдіру жақсы тұстары бар. Бұл қандай дегенде, бірінші бұл акуттан құтылғанымыз. Қысқасы мына акуттың өзінің жалпы әлемдік кеңістіктегі мағынасы 5-6 түрлі еді. Енді мысалы Қазақстанға бір адам келді дейік. Қазақстан көшеде келе жатыр мысалы. Мысалы Абай көшесі деген жазу тұрса, оның төбесінде акут тұрса, ол оны ұқпас еді. Мысалы шетелде, өйткені оның санасында неше түрлі акуттың мағыналары бар. Қай мағына бұл? Бұл көшесі, ошесі ма, бұл көшесі ма деген сияқты. Ал енді және бұл акут, мысалы әже деген жазуды міне қараңыз. Әже дегенді өстіп жазса, мынау шамалдан мынамен аны қойып отыр ғой. Мынаны бар ғой, иә? Бүйтіп тұрған кезде мынау аже деп оқылады, мынау даже көрінбейді. Өйткені мынаның образында емес болатын бұл акутшы. Мынаның образында емес, бұл одан бөлек өз алдына бір жүрген бір белгі болатын. Сондықтан бұл мынаның өзінің толыққанды деген образды толтыру үшін бұған осыған дейінгі жалпы жазу кеңістігінде мәні бар, дауыстыны жіңішкертеді деген мән бар умляутта. Мына умляут жалпы дауыстыны жіңішкертеді. Бұның басқа мағынасы жоқ. Өзінің дыбыстық айтылымын сақтауға көмектеседі. Және ол түсіп қалмайды болашақта. Умляут бұл әріпті аяқтап тұрады. Аяқтап тұрады дегенде.
Енді мына екінші таңбалар бар. Оларда да акутты алып тастадық. Біреуінің төбесіне айшық қойдық. Мысалы, ғының төбесіне айшығы бар. Ол қайдан келген? Ол түріктерден келген. Ол айшық, сондай-ақ жалпы жазу мәдениетінде де сол нені мына тамақпен айтылатынға айтылып жатыр. Қазіргі алфавитте неше түрлі диакритика хатқа кетті. Умляут дейді, сидил дейді, макрон дейді, тағы да асынсақ дейді. Бұл айтқанға қиын. Шындығында ол таңба ана әріппен бірге жүреді. Тек қана умляу үш-ақ таңбада. Жаңағы дауыстыларда. Мысалы, а, е, ә, о, Ö, ө, ү, у мынау, и мынау. Осыда ғана умляу үш таңбада қолданылады. Ал қалғанында мынау ше, мынау Г. тек осыда ғана. Сондықтан қалмай ма жаңағы алғашқы сіз айтқан жаңағы мынау мен мынау сияқты. Енді мына Г тек қана осыда. Сондықтан ол мына мен бірге үйретіледі ертең. Балалар, мына Г-ні білесіздер ғой. Мына Г, міне латынның Г-сі. Енді бұның мына жазасыз гөл деп, е? Енді осы Г-ның төбесіне сіз алсаңыз, бұл Г болады. Г, 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 Г. Екеуі ұқсайды. Үшінші таңба бар, ол мынау. Астына түсетін. Енді бұл тек осы шыда. Басқа жоқ. Сонына шыны да мысалы, былай С, Ш, асын бітеді, бітті. Мынау бірге образ болып қабылданады. С, Ш деген өзі біреу жайдыңғы, біреу жосыңғы. Енді ыңды. Ыңда да, ыңға екі вариант болды бізде. Біреуі мынаның төбесіне тилда қояйық деді, екіншісін былай қояйық деді. Мынау өте дау болды. Қайта осы үшін отырыс шақырылды. Орфографиялық жұмыс тобының отырысы мынау үшін үш рет болды ғой деймін осы. Сонда ол неге дегенде мынаның образы ұнамады көп тілшілерге. Ұнамады, сосын бұны өстіп отырамыз ба деген сияқты. Мынаның образы ұнады, бірақ көбі мынадай аргумент айтты. Бізде онсыз да мынада бар, төбесінен түртілетіндер. Мынада бар ғой. Көбейіп кетеді. Енді барып мынаған да қойып, көбейтпейік. Одан да бұрын 30 жыл қолданылған мынау. Мынау бар ғой пілтімсік. Пілтімсік 30 жыл қолданылған. Латын әліпбиі. Сол үшін енді диакритиканы азайту үшін бірақ жаңағы тілші ғалымдар арасында дауыс беріппіз. Біз ақыры бұны шеше алмадық, сөйтіп жабық дауыс беріп. Жабық дауыс бергенде 9-да 8 болды. Почти бірдей болды деуге болады. Бір дауыс несінен анау ауытып кетті де ұмытылай дейсің. Бірақ енді бір өзің айтқандай, бұл болашақта жазу практикасына түседі. Бәріміз жазып көрген кезде қалай болады, мүмкін осыған байланысты кейбір әріптерге өзгерсе. Жақсы, рахмет сіздерге.